Саламатсыздар ма орын оқушылары? Бүгін біз 170 беттегі шығарындылар тапсырмасының мына 3 тапсырмасын қарастыратын боламыз. Ал бірінші тапсырмадан бастап орындайық. Екінші тізбектегі тоқ 75-те 6-шы суретте көрсетілгендей бағытталу үшін тоқ көзі бар тізбектегі кілтті тұйықтау керек пе, әлде ажырату керек пе дейді. Жауаптарыңды түсіндіріңдер деп те балалар, мына сурет бойынша балалар. Егер балалар кілтіміз мынау кілтіміз болып табылады. Кілтімізді тұйықтамасақ, яғни қоспасақ, балалар тоғымыз жүрмейді деген сөз. Сонда балалар жауап ретінде жазамыз, тұйықтауымыз керек. Тұйықтамасақ, онда тоғымыз жүрмейді, Сонда жауап ретінде жазамыз балалар. Жаңағы кілтімізді қосқан кезде тізбектегі магнит сызықтары суретте көрсетілгендей бағытпен жүреді екен. Міне тоқтың бағытын көрсетіп тұр балалар. Сонда индукциялық тоқтың магнит сызықтары сыртқы магнит сызықтары өзгерісіне қарсы болуы тиіс екен. Балалар жауабын жазып қойдым, Осы жауапты толықтай жазып қоясыздар. Ал екінші тапсырмамызда магнитті катушканың ішіне енгізу үшін атқарылған жұмыс дейді. Бірінші жағдайда катушка тұйықталған, екінші жағдайда катушка ажыратылған жағдайлар үшін бірдей ме деп сұрақ қойған екен балалар. Енді олар жауап ретінде жазамыз. Катушка тұйықталған жағдай үшін балалар жұмыс көп орындалады екен. Сонда өйткені бастапқы мезетте тоғы бар катушканың магнит өрісіне қарсы тұрады балалар. Сонда жауап ретінде бірінші жағдайда үлкенірек деп жазамыз, Яғни ажыратылған күйге қарағанда тұйықталған күйде жаңағы атқарылатын жұмысымыз үлкенірек болады екен. Балалар жауабын жазып қойдым толықтырып, Осылай жазып қоямыз. Балалар үшінші тапсырмада бізде жауабы толықтай мында жазылып қойған балалар. Сол жауапты жазып қойсаңыздар болады. Балалар осымен сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса лайк басып пікірлеріңізді жаза кетіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жақсы оқуда сәттілік, сау болыңыздар.